Кеше Шығыс Қазақстан облысы Аягөз қаласының маңында апатқа ұшыраған стрекоза 7 газель СА-341 тікұшағына қатысты жаңа мәліметтерді білдік. Сонымен жекенің иелігіндегі С-341 тікұшағының нақты қай жерге құлағаны анықталып, қаза болған ұшқыштың денесі табылды. Оқиға болған жерде қар қалың және таулы аймақ. Сондықтан құтқарушылар тікұшақ құлаған жерге бүгін ғана жетті. Бұған дейін белгілі болғандай, ұшқышы сол жерде қаза тапқан, ал апаттан аман қалған Аягөздік Айтқали Ақбаев оқиғаның толық жай-жапсарын әріптесім Олжас Керейханға айтып берді. Айтқали Айтбаевтың айтуынша, ол ақпанның 25 күні тікұшақпен жылқы іздеуге шыққан, ал С-341 тікұшақты Петр Устинов деген азамат басқарған. Олар Үшпейік және Айғыз тауларын бөктіріліп, Аягөз өзенінен өтіп, үлкен тауға жеткенде апатқа ұшыраған. 25 күн таңертең 8:30-да шықтым, пилот екеуміз жылқы малын іздеп тауға кеп кірдік. Сол тауға кеп кіргенде вертолет тоқта қалды ма, бірдеңке болды, мен түсінбеймін, тоқтаға сразу астан кетіп қалды ғой. Содан пилот қайтыс болып кетті. Шықтым, пилотты анау ремень безопасностьта тұр, соны снимать етіп едім. Аяғым бәрі түзеп неткенше бір 2 минут 3 минуттың ішінде жүріп кетті. Қардың ортасында ағаш жинап, от жағып отырдым сонда. Ауа райы жылы болды, аяз болған жоқ, түн жылы болды. 30 сағат, 32 сағаттай болдым. Ауруханаға мен барғанда жоқпын. Справка алдым, справка. Арақ ішпеген, сау деген справка алдым. А так больницаға ешқандай не жоқ, обращаться етедім. Бастапқыда құлаған тікұшақты іздеуге 2 тікұшақ, 10-нан астам техника және төтенше жағдайлар қызметінің жеке құрамынан 29 маман, жергілікті атқарушы биліктен 10 адам жұмылдырылған. Нәтижесінде арада 1,5 тәулік өткенде тікұшақтан болған бір жолаушы аман-есен құтқарылды. Ал құтқарушылар тікұшақ құлаған жерге бүгін ғана жетті. Спасателям пришлось оставить высокопроходимую. Құтқарушыларға жол талғамайтын техниканың өзін қалдырып, сол аумақты жаяу белгілеуге тура келді. Ол үшін біраз уақыт кетті. Қазір ол жер толық анықталды. Ми-8 тікұшағы қонды. Онымен облыстық ішкі істер департаменті мен төтенше жағдай департаменті арнайы тергеу тобының өкілдері барды. Оқиға орнында қаза тапқан ұшқыштың есімі Петр Устинов. Ол 1-ші санаттағы ұшқыш дәрежесін алған білікті маман болған. Қазір осы оқиғаға байланысты құрамында бірнеше салалық министрліктің өкілдері бар арнайы комиссия құрылды. Олар апаттың себеп салдарын анықтайтын болады. Шығыс Қазақстаннан Олжас Керейхан, Дмитрий Пыхтин, қорытынды жаңалықтар. Осы қазір ғана Шығыс Қазақстан облыстық төтенше жағдайлар қызметі апат болған жерден ұшқыштың денесі Аягөз қаласына жеткізілгенін хабарлады. Ал оқиға орнында жедел тергеу жұмыстары әлі жүріп жатыр.